Ассалаумағалейкум ардақты әлеумет. Дестелі Ділмәр, еспелі шешен Бекен Исабаевтың өзекті өмірі мен шығармашылық мұрасына шолу. Абайтанудың арнасын кеңейтіп, атырабын байытқан, атырауын мол дерек пен дәйекке толтырған Шыңғыстаудың шешені Бекен Бекмұхамед Исабаев есімі елді елең еткізетін. Ертеңінен есті сөз күткен құйма құлақтың да, таңдайынан балтамыза сөз өретін өрелі жұрттың да бас тірейтін айтулы нысаналы тұлғасы. Ол жастайынан көмейінде шырылдаған шындығы бар даналар мен дараларда, жасы өсіп жасамыс тартқан шаққа дейінгі аралықта ел тарихын арадан қозғап, берге желі етіп тартқан жандарды жағалады. Ұстаздық қызметін атқара жүріп шәкірт тәрбиелеп, тағылы мұғар өзі де шәкірттіктен қол үзген жоқ. Абайдың көзін көрген, сонау жылдарда Керегетастың бойында бойынан жаны ұшып, дамыл тапқан шәкәрімге қатысты әңгімені қағаберіс қалдырмады. Мұң арқалаған мұхтар тағдырының ұңғыл шұңғылын ақтарып, шындық шілтерін түрді. Рас сөздің шымылдығын ысырып, дестелі ділмәрлік пен, кестелі тіл мен еспелі шешендіктің тереңіне бойлады. Бекен Исабаевтың өмір сапарын шолып шықсаңыз, оның қазақ әдебиеттану ғылымы мен білімін, музей ісі саласында қалдырған айқын жолын індете іздесеңіз, ізін де көріп көңіл тоғайтарыңыз анық. Оның шәкірттік шартына толатын адамдар есебінде бүгінгі абайтану ғылымының асқан білгірі Тұрсын Жұртбайдан бастап, берге дейінгі аралықта үлкен ғалымдарды атап шығуға болады. Ел басқару ісінде жүрген әкімдерді, ақын болып шабыттанып, шамырқанып жыр өретін ақындарды да атауға болады. Бұл тізімге Бауыржан Жақып та, Қуатжан Уәлиев, Құмар Ибрай, Нұржан Өміржанұлы сияқты аптал азаматтар емін-еркін сыйып кетеді. Осыдан 15 жыл бұрын жазып қалдырған өмір баянында Бекен Исабай өткен ғасырдың 80-ші жылдарында Бөрлідегі Мұхтар Әуезов музейінің меңгерушісі болып келгенге дейінгі кезеңде шығармашылықпен аз айналысқанын айтады. Зерек жасынан зердесіне тоқылған Шыңғыстау тобықты елінің өткені, жақсылар жайындағы білетінің оянуына сол кездегі Абай музейінің директоры Ибрагимов Төкен Смайылы себепші болған байқатады. Оның қаламынан туған биіктен бәрі көрінеді пьесасы, дала данышпаны және бір өмірдің белестері атты хикаяттары шығармашылық қайратын танытады. Ол саналы ғұмырын сарп қылмай, Көкбай, Қасқабұлақ, Медеу ауылдарының елі мен жерінің тарихын таңбалап, шежіресін шегендеп берді. Көзі тірісінде көлбелі ойдың егесі болып, Абай, Шәкәрім, Мұхтар Әуезов энциклопедияларына тарихи негізге сүйенген түсініктеме мен қысқа мазмұндағы 200-ге тарта мақала материал табыстады. Абайдың тобықты елін билеудегі істерінен естелік, Абайдың қазақ спортын ата-баба салт дәстүрінде танып білуі, Абай жолы роман эпопеясындағы кейіпкерлердің тарихи болмыс бейнесін биіктететін дерек сарында әңгіме қалдырып, көкше шежіресін жазып бастырды. Ұлылар мекені кітабын жазып, ұлылардың ұлағатын ұғып ұлықтады. Бекен Исабайұлының есіп айтатын естелігінде, кесіп айтатын көркем әңгімесінде Абайды көрген, ақынның өмірін жете білетін адамдардың тағдыр тәлейі, Көкбай мен Әріп, Қуанышбай мен Мұсағали, Шәкәрім мен Саржан, Есенбай мен Байкөкше, Баймағамбет пен Мамақ сынды. Сонымен қатар Абай айналасын сырла сазға бөлеп, Алаш аспанда Абай әндерін әуелеткен әнші сазгерлер Мұхамен Әлмағамбет, Ағашаяқ пен Шашубай, Шыңғыстау алабының атаққа шыққан шешендері Ыбырайша, Мақұлбай, Нұрмақан, өзі де ақын Есентай Бердин, Садырбайұлы Жақып пен зерделі Әбіш Қарсамбекұлы, құймағұлақ әңгімешілер Жұмакүлмай, Әлімбет, Ахметбек, ақын Бөпебай, Тұлғажан сияқты төкпелі шешендіктің айқын үлгісі, байырғы бабалар заманының жалғасы болған магикандар мұрасын мұқым халыққа мәшһүр етті. Өңірді тануда, танытуда, көрік кеудесінде өзек жарған сөз, тіршілік жібін сабақтатып халық ақындары Нұрлыбек Баймұратов, Шәкір Әбенов сияқты еменнің иір біткен, қарағайдың қарсы біткен бұтағындай бұғалық көрмей, бұғауға бағынбай өткен асыл сүйекті тентектерді білді, таныды, тыңдады. Абайдың балалары анау елді мекендерде орын алған оқиғаларда соқырға таяқ ұстағандай етіп, жай жапсарын жайып салады. Үшіншіден, сөз етіп тұрған туысы бөлек туындыдағы адам аттары, атқарған қызметі, кейіпкердің көркем туындыдан тыс кескін келбеті айқын көрініс береді. Төртіншіден, ұлы эпопеяның эпизодтарына енбей тысқары қалған негізгі дүниелер де үстеме дәлелдер мен дәйекті детальдар мен сырын ашып шыға келеді. Бесінші, Абай, Шәкәрім, Мұхтар шығармаларының негізгі діңгегі
саналатын көркем туындылардың кейіпкерлері де Абайдың өлеңінде, Шәкәрімнің дастанында, Мұхтардың шағын әңгіме не хикаят сипатындағы шығармаларында аталатын адамдар туралы да толымда түсініктеме сөз етіп тұрған ұлылар мекенде аталады. Жан-жақты пайымдау да, пішіндеу де осында ұсынылады. Алтыншы, ұлылар мекеннің тағы бір арқауы Абай, Шәкәрім, Мұхтардың ғұмыры тұйықталып, бертінгі күндер бедерінде біз білуге ынтық сырларды да ықтиятты түрде қаттады. Ол осылай ұлылар мекені дейтін, естіген адамның аңсарын өзіне аударатын атауды, тіліп түсетін тіркесті, тауып айтылған терминді алғаш рет ғылыми айналымға қосты. Тағы да үстеме ретінде айтарымыз, осы кітаптың алғашқы нұсқасында 185 адамның, жай адам емес, сом тұлғалы тарихи тұлғалардың есім көрсеткіші, 269 жер су аттарына қатысты түсініктеменің өзі Бекен Исабаевтың өмір бойы жиған мұрасының молдығынан хабар береді. Ақшоқы атырабында Дария басы бұлақтан бауыр жер мен елінің мәйегі мәртебесі дейтін үш тарауда ұлылардың алтын құндақ асыл бесігі болған мекен жайындағы кітап 622 бет болып алаш шоғын түгендеді. Ол өзгенің сөзін түгендеумен бірге өз ошағының түтінін түзу ұшуын, балаларына ана сүті аузында кетпей жатып терең тәрбие алуына күш салды. Абыз десеңіз де, әулие десеңіз де, осы сөз оның бүкіл мінез құлқынан мін таптырмайды. Кеңес одағының идеологиясы шиыршық атып, ұлтты жаныштау саясаты асқынып тұрған шақта Алаштың Айбоз ұлын құрметтеп, үлкен ұлына Мағжан деп ат қойып, айды аспаннан шығармаса да, біраздің есін екеу, түсін төртеу болғаны анық. Бұл іс сол кезеңдерде өзіне үкім шығарып, 58-ші баптың 2-ші тармағымен мен халық жауымын деген сөзді айғайлап айтумен пара-пар болатын. Ерлік десеңіз де, басқа десеңіз де, ері көзіңізде. Екінші ұлы, үмітті шәкірті есебіндегі баласына Шақжан, тамыры қырқылған жауқазындай жасты ғұмыры ерте солған қызына Гүлзада деп, әкелік әлпештеуін көрген, бүгінде аман есен жер басып жүрген қыздарына Гүлбар, Гүлдана, Гүлсара, Гүлайна, Гүлмира деген көркем есімдерді қойса, немерелеріне Айқын Нұрқатовтың құрметіне Айшуақ, Күншуақ, Айсана, Айдана, Айсара деп ат қойып аталық парызбен батасын берді. Абай елінің абызы, үлкен әулеттің бас тірер басалқасы Бекен Исабаев хакім Абай сынды ізгі дәстүрді жалғап балалары мен немерелеріне мәнді мағыналы ат қоюды, есім беруді мақсат етіп, үлкен үлгі өнегеге өріс ашты. Бұл ақылы асқан атаның, Батагөй бабаның ізгілік дарытқан ісі. Кейінгі буын мына біз шындық сөз десе шамырқанып, шарболаттай ширығып түсетінін көрдік, көңілге бекідік. Кеудесіне даламыздың дархандығын ұялатып, даналық үлгісі болғанын шын ұғып, ғизат тұтар ғалымдығын, ұлы дәстүрді дәріптеген ұстаздығын, зады бөлек зиялығын жүрек басына байладық. Шиыр-шиыр жол кесіп, иір-иір өмір иірімдерінің басынан өткөрген осынау музей ісінің ардагері, абайтанудың алдына жан салмас ақтаңгері Бекен Исабаев қазақ мәдениетінің байырқалап ат байлайтын қазығы, әдеби сөз өнерінде әдіптеп, тамтомдап тілін қызыл сөзге бұратындардың әулиесіне балайтын сөз шебері. Осынау тұлғаның ғұмыры ғибратқа, ізгілікті ісі аңсарлы мұратқа толы. Ынта қойып ждағатпен сөз тыңдасаңыздар, ықыласпен баршаңызға бас иемін. Бір сөз анық, басы ашық мәселе, қылықты қызы да, ұлықты ұлы да, ұлты ұмытпайтын, ұлықтайтын ұлық есім сой, ол Бекен Исабаев.